Адамды жаратқан Алла. Дарвин іліміне түбегейлі қарсы шыққандар да болды. Соның бірі Петр Кропоткин 1902 жылы жарық көрген «Эволюцияның факторы және өзара көмек» дейтін еңбегінде тірі табиғат тек қана қырқысып, сұрыпталу арқылы өмір сүрмейді, өзара көмек ынтымақпен тіршілігін жалғайды. Тау тұлғалы жыртқыш балықтың аузы басын тазалап, тісіне қыстырылған етті теріп жеп, күн көретін майда шабақтардың тірлігін тілге тиек етті. Батыстың белгілі ғалымы Макс Планк дүниенің пайда болу заңдылығын көп жыл зерттеп, былай деп қорытынды жасайды. Дүние материя белгілі бір күш құдіреттің арқасында пайда болған. Материяның ішінде аса кішкентай күн жүйесі тәріздес құрылымдар бар. Атом және электрон деп аталатын бұл жүйелер материяны ыдырап кетуден сақтайды. Осыған қарағанда ғаламды жаратқан бір құдірет бар. Ол Алла дейді. Дарвин теориясының қазіргі құны жойылған. 2004 жылы сәуір айында Италия білім министрі Летиция Моратти орта мектепте бұл ілімді оқытуды тоқтату жайында комиссия құрып, оны Нобель сыйлығының иегері Витторио Леви Монтальчини басқарды. Тағы да осы жылы Сербия министрі Лилияна Чолич аталмыш теорияны оқудан алып тастады. 2005 жылы Дарвин ілімін оқытқан үшін Түркияның Мерсин қаласында 5 мұғалімнің үстінен іс қозғалды. Американдық Мичиган университетінің зерттеуіне қарағанда, ақш тұрғындарының 6-дан 1 ғана жалған ілімге сенеді. Ал Жапония, Исландия, Дания, Швеция, Франция тұрғындарының 80% қарсы. Демек, Дарвин ілімі саясиланған жалған құрал, дінді мансұқтау үшін пайда болған жол. Кімде-кім шариғат үкімін бұзғысы келсе, Дарвин теориясын бойұсынады. Оның сұрыптау жайлы ілімін қолдайды. Шын мәнінде сұрыптаушы бір Алла. Құран кәрімнің Қасас сүресінің 68 аятында Раббың қалағанды жаратады да сұрыптайды деп айтқан. Ал Мүмин сүресінің 12-14 аятында адамды біз топырақтың ең асылынан жараттық. Одан соң оны ұрықтың тамшысына айналдырып, жатырға орналастырдық. Одан әлгі ұрықты ұйыған қанға айналдырдық. Ұйыған қанды бір жапырақ етке айналдырдық. Бір жапырақ етке сүйек бітірдік. Оған ет қондырдық. Оған жан кіргізіп, басқадай жаратылысқа айналдырдық. Аса шебер жаратқан Алла барлық нәрсеге құдіретті дейді. Аят үкімі осылай. Осыдан кейін есі дұрыс адам маймылдан адам жаралған дегенге сене ме? Есі дұрыс қоғам өзінің ұрпағына сенің атаң маймыл деп оқыта ма? Дарвин ілімінің насихаттағанымыз үшін Алланың алдында кім жауап береді? Қасиетті Құранда олар Аллахтан өзге оған ешбір дәлелі түсірілмеген және ол жөнінде өздеріне ешбір мәлімет берілмеген нәрселерге табынады. Ол залымдар үшін жәрдемші болмайды дейді. Қаж сүресі 71 аят. Осымен аяқталды. Достар, каналымызға жазылып, лайк, комментарий, колокольчикті ұмытпаңыздар.